Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі шығарылымыз көне ауыз әдебиетінің ата-бабамыздан мәңгі өшпес мұра болып қалған шешендік сөздерін қамтиды. Видеомызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, лайк басып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Бір күндері Әз Жәнібек хан қырық уәзірін жиып алып, маған өтірік пен шынның арасы немен айырылады, соны тауып беріп, қалағандарыңды алыңдар. Таба алмасаңдар, бастарыңды аламын. Ойлануға 40 күн мүмкіндік бердім депті. Уәзірлері 40 күнде ойлап таба алмапты. 40-шы күн болғанда хан уәзірлеріне өтірік пен шынның арасын немен айыра алатынын таптыңдар ма, дейді. Жоқ, тақсыр, таба алмадық, десіпті уәзірлері. Хан бастарыңды аламын деп қақар қылғанда, әңгіме естеймін деп жай келіп отырған жиренше шешең уәзірлерге: анау күні хан хандығымен бас-басына бір күннен 40-ына 40 күн миллет берді ғой, енді өздерің тіленіп ер басына бір күннен мәлет алсаңдаршы, соған шейін бірің болмаса бірің табарсыңдар депті. Хан: жарайды, бұл баланың сөзі дұрыс көрінеді. Менің мақсатым сендерді өлтіру емес, сынау. Ақылды болсаңдар, әр қайсыңнан бір ақыл алғанымда менде 40 кісінің ақылы болар еді. Сендерге ақылдан шайнам жоқ. 40 кісіде жоқ ақыл бір кісіден қайдан табыла қойсын. Ер басына 40 күннен миллет бердім, деп тағы да ойландырып жібереді. Ханның алдынан шыққан соң 12 жасар бала жиренше бұл сөзді біреу болмаса біреу білер, соны іздеп табамын деп ел кезеді. Қорғаны бар шаһарға жетеді. Қақпаның аузында сүліктей қара көк ат мінген, үстіне сауыт киіп, садақ асынып, найзасын жарға шаншып біреу тұр екен. Оған сол қақпадан кірген шыққан адамның бәрі де сәлем берісіп өтеді. Жиренше оған сәлем бермей, мойнын бұрмай, керек қылмай өте шығады. Сонда найзасын жерге тіреп, ат үстінде шіреніп тұрған әлгі жігіт: ей бала, сенен басқа осы қақпадан кірген шыққан жан сәлем бермей өтпеуші еді. Сен неге мойныңды бұрмай барасың, дейді. Біріміз атты, біріміз жаяу, сәлеміміз келісе ме, дейді бала. Бұл шаһардың жөнін бұрын көріп пе едің? Көріп білмеген жан сияқты екенсің. Кел, артыма мінгес те біздікіне қонақ бол, дейді жігіт. Ер тоқымды аттың алдын бізге, артын сендерге бұрыннан бұйрық қылған, және ат иесі алдына мінеді деген сөз бар. Жұртыңды жүр де көрсет, жаяу ақ барайын, дейді бала. Ол жаяу бұл атты үйіне ертіп кеп мейманханасына кіргізеді. Асын жеп болған соң мырза: ей қонағым, әңгіме айт, дейді. Бала: біріміз жарты, біріміз бүтін, әңгімеміз келісе ме, дейді. Бұл сөзге шыдап отыра алмай үй иесі ұялып шығып кетеді. Сөйтсе, әлгі жігіт қыз екен. Еркек киімін киіп, дарбазаның алдында тұрып, келген кеткенді сынауға, сыннан өткен жанға тиюге атасынан рұқсат алыпты. Олай өткен, бұлай өткен, жолаушының бәрі де мұның әйел екенін білмей сәлем берумен болыпты. Тек жиренше көрген жерде атқа отырысынан әйел екен біле қойып, біріміз атты, біріміз жаяу дегені, біріміз еркек, біріміз әйел, қалай сәлем береміз дегені екен. Өзінің әйел екенін әбден танығанын біліп, біріміз бүтін, біріміз жарты деген сөзді естігенде қыздың ұялып тура жөнелгені сол екен. Өзімнен білімі асқан бір адам кез келді, мені осыған берсең, деп қыз әкесіне сөз салдырады. Оны атасы қош көріп қабыл алады. Жорға бие сойып, жоғары елді шақырып, төбел бие сойып, төменгі елді шақырып, үлкен тамаша қылып, қызын жиреншеге қосады. Екеуі қосылғансын жиренше шешең мен қайтамын, дейді. Қалыңдығы: сіз қайда қайтасыз? Әкемнің менен басқа ұлы да жоқ,
қызы да жоқ. Әкем өлгеннен кейін осы дәулет кімдікі болады? Есіктен орын табылса, төрге озба деген бар емес пе дейді. Оған жиренше былай дейді: әз Жәнібек деген ханымыз 40 уәзіріне өтірік пен шынның арасын айырыңдар деп қысым қылып еді. Соны таба алмай уақытша милләт алып еді. Мен соны білушілер болар ма деп іздеп шыққан едім дейді. Өтірік пен шынның арасы бірақ тұтам жер. Оның мәнісі көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік. Құлақ пен көздің арасы бірақ тұтам ғой. Көзбен көрген анық, құлақпен естіген танық емес пе? дейді қыз. Жиренше: бәрекелді, іздегенім табылды. Енді мұны мен барып әз Жәнібек ханға естірмесем, 40 уәзірін жоқ жерде өлтіріп қырып тастар деп жүруге ыңғайланды. Оны білген соң қыз атасына кісі салдырып: жат жұртқа жаралған мен әйел, мына күйеу ел жұртына қайтамын деп жатыр, бізді ұзатсын депті. Атасы қызының айтқанын қабыл көреді, ұзатады. Сөйтіп, екі кісі паналарлық үйі жоқ жиренше бір ауыз сөздің түп төркінін білемін деп ізденіп жүріп, қалынсыз ханның қызын алады. Хан қызының ақылымен әз Жәнібек ханның бас уәзірі болды дейді.